Ассаламу алейкум, урметли серджелері. Бу UA TV студияда Украина хабарлары бүгін январының 26-сы жұма әртесі күні. Бу авталып кешкен вақалар аққанда сізлерге тариф етмеге азармыз. Январның 24-ында ишғал етілген Қырымда Махкеме Виджия Кашка давасының мобюслері Руслан Трубач, Казим Аметов ве Бекер дегерменжінің сынырламат етбіріні ев апсыне деніштарды. Олар тақиқат тевқиф ханесінде дегілді ев апсынды болына жақлар. Тевқиф ханеде бір елдан зияде вақыт девамында тұтылдылар. Бұ себептен епісінің сағлық алыбаяғы финалашты. Қырымлыларны қоранталары танышлары ве первасыз олмаған адамлар қаршылап алды. Махкеме отырышы январының 24-ында Ақмежетінің Киев район махкемесінде кешірілді. Шатлар сорғуланған сон махкемеде сынырламат етбіранын деніштірілігі ақында имае тарафының истинафыны қанайетлендірді. Бұ қарарға прокурор қол тұтты. Как бы то ни было, дело продолжается, поэтому... Эралда давада соңына келмеді. Оның üçün әркезге сабырлы олмақ керек. Ең мирақлысы шу ки санки зарар көрген Юсуф Айтан Эфенді кенеде махкеме отырышуына келмеді. Виджия Кашка давасы мобюслері Қырым татар милли әрекетінің дорт фалі. Екебен 17 сенясы ноябрінің 23-ында Ақмежетті Русия қанун қоройжылары Казим Аметов, Асан Чапух, Руслан Трубач ве Бекер дегерменжіні тұтып алды. Олар Түркия ватандашы Юсуф Айтандан пара талап еткенлерінде қабатланылалар. Русия қанун қоройжылары фаалларны тұтқанда Қырым татар милли әрекетінің ветераны Виджия Кашка ярамады. Аджеле ярдым машинасында қадын өлді. Сағылығыны түзетмек үшін яралы денежделерні дегер мемлекетке йолламақ. Боле теклифні Русияге Украина омбудсмені Людмила Денисова япты. Боқта ООС Facebook сәйфесінде язды Денисова Авропаға Русия кемиятыне басқыларны арттырмаға риджада болуна, оның сөзлеріне көре, денежделерінің сағылық алы ақында малюмат не онда, неде адвокатларда yok. Украина омбудсмені Русияна адашына да Қырым татар фалі Бекеровның сағлық алы финалашқаны еле бағлы мұраджат йолады. Айрыжы Бекеровны 2 авта ярыне 3 күн тәдевелеп Киер тақиқат тевқиф ханесіне йолағанларының аққында қатарлатты. Адвокатның сөзлеріне көре Қырым татар фалінің сағлық алы кескін тарзда финалашты. Людмила Денисова Бекиров екемлер тарафындан бақынғаныны аққында хулясалар олмағаныны қайдеті, нетижеде демек оны асла тедевелемеділер. Русия Украина арбия сырдыны желеріні ве сияси мобюслеріні азат етмек. Ве бұның еле Минск анлашымаларының бозылуыны тоқтатмақ керек. Боқта Украина президенті Петро Порошенко Давос шәрінді кечірілген Дүния иқтисас форумы чарчевесіндеке Украинса балығы вақтында білдірді. Бұндан ғайры емек башында Петро Порошенко Украинадаки ислатлары ақында да тариф етті. О 2014 сенесі Украина бұлынған бұқыранлы бір вазияттен насыл етіп құртаралы жағыны аз ким анлағаныны қайдетті. Шымдыки вақытта есе мемлекетті иқтисад кечек ве орта бизнес инкешаф еті. My position as of president has never been of leaving. Менің фікірім бойле, тежавузны бағышламақ мүмкін дегіл. Бұның нетижесі шыралар бірлігіне қайтмақтыр. Украина ичбір вақыт ве ичбір кімсеге қызмет етмейжек. Йоқса мемлекет суверен мұстақил девлет олмайжақ. Русия исе Минск аңлашмаларына көре оз мечбүретлеріні керсетлештірмек керек. Әндеден башлап арбия әрекеттер іштіракчілері ве Евромайдан вақтында зарар көргенлерге иштимаи стипендиялар берілежек. Более қарар назерлер кабинеті қабул етті, хабер әті иштимаи сиясеті назерлігі. Бұның еле стипендияларны женг себебінден сақат олғанлар арбия әрекеттер іштіракчілері оқу йортларында оқуған оларының балалары алажақ. Украина президенті Петро Порошенко ве Алмания канцлері Ангела Меркель или Донбасста бірлешкен милетлер тәшкелатының барыштырыжы миссиясының бұлынуғаны музыкере еттілер. Елбасшыларының фикріне көре барыштырыжы миссиясының бұлынуы Минск анлашмаларының керчеклештірілуіне имкан бережек. Айрыжа Украина президенті Алманияға керич бұхраны или бағлы қол тұтуы бөлгеді гемеджелік сәрбестлігінің теминаты ве Украинды нәжделерінің дәрал
азат етілуінді Русияге басқа еткені үшін миннетдарлық білдірді. Россия бутун Авропа хавсызлығы үшін тәлікеледір. Еллар девамында Москва, Америка ве Русия арасындаки орта ве қысқа мензілі ракеталарының йоқ етілуі қындаки мұқавелені боза. Боқтай свечерінің Давос шерінде кечірілген Дүния иқтисад форумы вақтында НАТО баш кетебі Ян Столтенберг деді. Оның сөзлеріне көре Москваның селелануында ясақ етілген ракеталар бар, шу себептен НАТО ве оның ортақ мұдафаасының құветлештірілуі үшін. Америка Бірлешкен Дәулетлерінің ордулары Авропа қытасында өз бұлынуыны арттыра. My message to the United States is that actually Ортақларымыз көветлешкені көреміз. Бүгінде NIT мемлекетінден бірісі, еллар девамында Москва, Америка ве Русия арасындаки орта ве қысқа мензелі ракетаның йоқ етілуі аққындаки мұқавелені бозғаныдыр. Бұл анлашма бұл ракетаның қоланмасыны ясақ еті ве біздің тәлікеслігіміздің кефалетідір. Русия есе бұна бақмадан Авропа яны силаларына арттыра. Русияның Газпром шirketi газ мұқавелелеріні меслетлашывсыз біледі вам еттермеге. Теклиф еті боқта Украина тыш ишлер назиры Павло Климкин Брюксельде Украина Авропа бірлігі ве Русия арасындаки газ айтушувлары кечірілген сон Твиттер сәйфесінде язды. Назирның сөзлеріне көре Украина Авропа қайделеріне көре азырланылған мұқавелелерге көре әрекет етмеге істей, амма Русия тарафы бұ теклифні бақмаға біле істемей. Киеве Москва, Украина içinden Rusya gazının ithalatı ve tranzitinin yanı şartlarını müzakere etmek gerek edilir. Çünkü 2020 senesi gaz mukavellerinin işlenmesi sonuna gelecek. Butun Dünya Boks Şurası'nın fikrine göre Alexander Usyk 2018 senesinin en iyi boksçusu. Bunun ile Alexander Usyk Britanya boksçusu Tony Bellew ile geçirgen uruştan son yıl nakautı namzetliginde de galip oldu. WBC fikrine göre yarımgachir çekildi dünya çempionu Ukrayn Alexander Gvozdik yılının keşifi olarak tanıdı. Құрметлі сәржілер, бұл дақиқаға бұл сонки хабарымызы да чоқ хабарларны сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV ile olunuz, özünüzге мұқайтылыңыз, сағлықнен қалыңыз, көрішкенде.